Ерітінділер медициналық химиядағы және медицинадағы ең өзекті тақырыптардың бірі. Яғни бұл ерітінділер бізге өмір бойы қажет болатын тақырыптың бірі болып саналады. Енді жалпы ерітінді дегеніміз не? Ерітінді дегеніміз екі түрлі компоненттен құралған гомогенді жүйе, яғни гомогенді біртектес. Біртектес деген сөздің мағынасы, мысалы мына пробиркалармен түсіндіріп берейін. Соңғы пробирканы алатын болсақ, қызыл бояулы бір ерітінді тұр бізде. Біз бұның ішінен қызыл бояуын бөлек және суын бөлек бөліп ала алмаймыз. Дәл осы тұрысында. Вот бұл бізге гомогенді жүйе. Осыған екінші ретінде қарама-қарсы антонимі бұл гетерогенді жүйе. Яғни гетерогенді жүйе деген бір белгілі бір ыдыста біз тасты салып қояйық, қатты бір затты, ерімейтін затты салып қояйық. Вот осы кезде біз оның ішінен ол затты оңай бөліп ала аламыз ғой. Вот ол бізде гетерогенді жүйе болып саналады. Енді жалпы ерітінді қандай заттардан құралады? Ерітінді еріткіш пен еритін затты қосқан кезде барып бізде ерітінді түзіледі. Енді еріткіш бұл всегда сұйық заттар. Немесе қатты заттар да болады, но оның басымы сұйық заттардан болып келеді. Мысалы бізге ең жақсы, ең оңай пример бұл су. Еріткіш су. Ал енді еритін заттар в основном кристалды заттар болып келеді. Бұл заттарға қарапайым мысалдармен түсіндірген қант, тұз, осындай заттарды қолданымыз. Біз бұны күнделікті көріп жүрміз. Осы екеуін қосқан кезде бізде белгілі бір ерітінді қалыптасады. Немесе суға қантты қоссаң бір тәтті су шығады. Вот ол бізде уже ерітінді. Оның құрамында су да бар, тұз да бар. Екеуі еші гомогенді жүйе болып кетеді. Вот ол бізде уже ерітінді. Енді еріткіштердің 98% су болғандықтан біз кішкене суға тоқталайық. Су бізде әмбебап еріткіш, яғни универсал, ол барлық затты еріте алады. Дерлік барлық затты еріте алады. Судың жалпы адам ағзасында 60% болады. Адам ағзасы 60% судан құралады. Олардың ішінде жасушалардың іші, мысалы бізде жасуша және жасушадан тыс аймақтар орналасады, адамның ағзасында. Жасушаның ішінде 42%, қалған тыс аймақтарында қалған бөлігі орналасады. Тыс аймағы деген бұл уже қан тамырлар. Бізде жасуша бар, жасушаның айналасында қан тамырлар бар. Екеуінің ішінде де сұйықтық қажет. Бұл сұйықтық осы судан құралады. Енді жалпы судың қасиеттеріне тоқталсақ. Судың қасиеттеріне оның жылу сыйымдылығы. Жылу сыйымдылық деген бұл баяу жылып, баяу суитыны. Бұл қасиет адам ағзасына ең керекті қасиеттердің бірі. Себебі қанды тұрақты 36-да 6 етіп ұстап тұруы, 36-да 6 температурамен сақтап тұруы осы жылу сыйымдылығына байланысты. Диссоциация, судың диссоциациялық үдерістерге қатысуы. Диссоциация деген жалпы суды ыдыратқан кезде ол протондар, оң зарядтар мен теріс зарядтарға ыдырауы. Дәл осы зарядтарға ыдырауы арқылы ол бізге бір электр күшін шығарып береді. Кәдімгі физиканың сабақтары. Келесі, амфолиттік қасиет, яғни су амфолитті екідайлы деп айтады. Бұл амфолиттік қасиет бұл протондарға байланысты. Бізде қышқыл сілтілік тепе-теңдік деген бар ғой. Дәл осы кезде су немесе қышқыл болып кете алады бір кезде ол сілтіге айналып кете алады. Бұл оның амфолиттік қасиетін көрсетеді. Тотығы тотықсыздану процесінде электрондарды тасымалдау қасиетіне ие. Яғни электронға айнала алу қасиетіне ие болып табылады. Келесі, біз ерітінділерді еритін заттық мөлшеріне қарай бөле аламыз. Яғни белгілі бір ерітіндінің ішінде заттар тұр, еріп тұрған заттар тұр. Соған байланысты 3 түрге бөлеміз. Қаныққан, қанықпаған және аса қаныққан деп бөлеміз. Қанықпаған ерітінді. Мысалы бізде мынандай бір белгілі бір ерітінді тұр. Біз осыған тағы да бір еритін зат салсақ. Мысалы, мына жерде тұзды су тұр дейік. Біз оған тағы тұз салсақ, бұл тұз еріп кететін болса, онда бірінші ерітіндіміз бізде қанықпаған ерітінді болады. Дәл сондай екінші бір пробирка тұр. Бұның ішінде де тұз су тұр. Біз бұған тұзды салған кезде бұл тұз ерімейтін болса, бұл бізде қаныққан. Яғни мынаның өзінің ішінде толып тұр. Мысалы, 10 мл суда 2 грамм тұз толық еритін болса, бұл бізде қаныққан,
уже болды, бұл 2 граммнан артығы ол 10 мл суда ерімейді. Вот сондықтан біз оны қаныққан деп аламыз. Ал аса қаныққан деген дәл осындай ерітінді тұр, үстіне біз тағы бір еріткіш зат салатын болсақ, ол уже вообще ерімейді. Вообще оның түбінде кристалл күйінде көрініп тұрады. Егер мынаны дәлелдеп көрем десеңіздер, белгілі бір ыдысқа тұз алыңыздар, соған су алыңыздар, соған тұзды салыңыздар, араластырып отыра берсеңіздер, соңында тұз шөгінділер қалып қояды, бүйтіп жиналып қалады. Бұл уже аса қаныққан ерітінді көлеміне жатады. Енді ерітінділердің диссоциациялануына байланысты біз екіге бөлеміз: бейэлектролитті және электролитті ерітінділер деп. Жалпы электролит деген сөз бұл құрамында иондардан тұрады. Мысалы, жаңа суды бөлдік қой осылай. Құрамы ион, мынау ион көріністері. Дәл осылар арқылы ол өзінің электр тогын өткізе алады, электр тогын бере алады. Енді бейэлектролиттерге бізде глюкоза, сахароза және сутек пероксиді, бұлар молекула күйінде кездеседі. Молекулалар ешқашан электр тогын өткізе алмайды. Ал электролитті бұлар натрий хлор, магний сульфаты және калий перманганаты. Енді біз бұларды су қосып ыдыратқан кезімізде натрий бөлінеді, натрий плюс және хлор минусқа. Вот осы плюс-минус нәтижесінде бізде тог өтеді. Мынау Аррhenius'тың теориясы арқылы дәлелденген схема. Жалпы мына жерде бізде белгілі бір ерітінді тұр. Осы ерітіндіге анодтық катодтық таяқшаларды салып токқа қосқан кезде бізде лампочка жанады. Барлығымыз мектеп кезінде осы затты істеп көрдік деп ойлаймын мен. Жалпы осылай. Ал бейэлектролиттер, мысалы глюкоза, сахарозаны суда еріттік, ол әрі қарай иондарға дейін бөліне алмайды. Ол молекула күйінде қалып қояды. Сол үшін олар бізде бейэлектролит болып саналады. Жалпы суды токты өткізе алмайды. Енді химия пәні бізде белгілі бір есептеулерге байланысты құрылғандықтан біз есептерді, формулаларды міндетті түрде қарастырамыз. Енді ерітінділердің құрамын қалай өрнектейміз? Мысалы, ерітіндінің концентрациясы. Белгілі бір ыдыста ерітінді тұр. Осының ішінде біз еріген заттың концентрациясы деп айтамыз да. Ерітінді деп толық аламыз, бірақ ішіндегі еріген затына қараймыз. Еріген заты қанша? Мысалы, 100 мл су болса, оның ішінде 10 граммы тұз болса, мынаның концентрациясы 10% деп айта аламыз да. 10%, яғни оның ішіндегі еріген затына қараймыз. Дәл осына байланысты бізде енді массалық үлесін табу керек болады. Формулалар, тікелей жаттап алу қажет формулалар. Кішігірім түсіндіріп өтіп кетем, есептермен толығырақ түсінуге болады. Массалық үлесті табу үшін біз еріген затты, то есть еріткішті, еріген зат дұрыс. Еріген заттың массасын бүкіл ерітіндіге бөліп 100-ге көбейткен кезде сол ерітіндінің белгілі бір процентін шығарып береді бұл. Мольдік үлес, яғни зат мөлшері, ішінде қанша зат мөлшері бар, қанша молі бар, соны табуға арналған формула. Бұл еріткішті ерітіндіге бөлу арқылы таба аламыз. Мысалы, бізде еріткіш бағанағы су болды, ерітінді толық ерітінді, ішінде тұзы бар, суы бар, оның барлығының массаларын, граммдарын есептеп берілуіне байланысты бөлеміз, солай бізде зат мөлшері шығады. Малярлы концентрациясы бар. Малярлы концентрация деген бұл молін табу, қанша моль бар. Енді бұл бізде мына жерде біз мольді таптық қой, мольдік үлесін, соны жалпы ерітіндінің көлеміне бөлу арқылы шығарамыз. Дәл осының қысқа ықшамдалған түрі, яғни оның титрі, ерітіндіні титрлеу. Титрлеген кезде біз массасын көлеміне бөлеміз, ерітіндінің көлеміне. Бұл кезде грамм, миллилитр, сантиметр куб осылар арқылы есептелінеді. Бұл жалпы қатты қиын емес формулалар, оны есептеу арқылы тез үйреніп алуға да болады. Енді жалпы біз ерітінділердің коллегативтік қасиеттеріне көшейік. Коллегативті қасиеттерінің бірі диффузия. Диффузия бұл сөзді өте көп естиміз. Енді бұл диффузия деген не? Диффузия деген ерітіндінің ішінде еріткіштің біркелкі таралуы. Диффузия деп соны айтады. Ал енді диффузия жалпы адам ағзасында қандай қызметтерді атқарады? Біріншісі, қан тамырлар арқылы оттек кіреді, С2 шығады. Бұл өкпеде. Өкпедегі диффузия бұл өте маңызды. Ағзаны оттегімен қамтамасыз етіп тұрады. Одан бөлек дәрілік заттар тасымалда дәл осы жолмен жүзеге асады. Дәрілік зат қан тамырының ішінен диффузия жолы арқылы
жаңа жасушаларға өтіп отырады. Одан бөлек коллигативті қасиеттерінің бірі бұл идеал ерітінділер. Идеал ерітінді дегеніміз бейэлектролиттердің сұйылтылған түрі. Жаңа бізде өткізе алмайтын болды ғой, жаңа электр тогын өткізе алмайтын ерітінділер бар ғой. Сол ерітінділердің сұйылтылған түрін біз идеал ерітінділер деп айтамыз. Келесі жартылай өткізгіш мембраналар. Жартылай өткізгіш мембраналар жасушаның ішіндегі мысалы мынау қантамыр деп алсақ, осының қабырғасында мембраналар бар да, жартылай. Мына толық ашылмайды, бұл жартылай ғана өткізеді. Жартылай деген уже ол ішіндегі белгілі бір затын өткізеді, белгілі бір затын алып қалады. Қантамырлар мысалы бүйрек өзекшелерінде қантамырды алатын болсақ, ол бізде эритроциттерді өткізбейді да, оның плазмасын ғана сыртқа просветке өткізіп отырады. Енді дәл осы жартылай өткізгіш мембраналардың өзі екіге бөлінеді: өткізетін және өткізбейтін деп. Бізге бұл өткізгіш мембраналарға әсер ететін жүйе бұл осмос және осмостық қысым. Жалпы осмос дегеніміз не? Осмос дегеніміз жасушаның ішінен, мен жасуша мен қантамыр жүйесімен түсіндіріп берейін сіздерге. Жасушаның ішінен қантамырға қарай диффузия арқылы өтуі. Диффузия қалай жүреді бұл жерде? Қысымға, градиентке байланысты. Мысалы, қысым жоғары жаққа, қысым аз жақтан қарай өтуі бұл осы диффузияны, осмостық қысымды қалыптастырып береді. Жалпы жасушаның қанның ішінде осмостық қысым өте жоғары болады. Осмос жоғары болады, то есть. Енді осмостық қысым деген осы жүйеге қарсы жұмыс жасау. Мысалы, адам ағзасы суды жоғалтып жатқан кезінде, жасушалар су қайықтан жоғалады, бізде мысалы көп терлеген кезде немесе қан тамырлардың ішінен жоғалып жатамыз. Қан көп кеткен кезде қанның плазмасы судан тұрады ғой, солда бірге қосылып кетіп қалады. Сол кезде осмостық қысымы бар ерітінділерді береміз. Ол бізде осы осмос процесін тежеуге арналады. Мына жерде осмостық қысым артады, өте қатты артады. Арту нәтижесінде жасушаның ішіндегі қысымын тежеп тастайды. Солай сұйықтық қанға қарай өтпейді. Бұны әрі қарай толықтырып ашуға болады, бірақ оған қазір біздің уақытымыз жетпейді. Енді жалпы осмостың рөлі. Бізде осы осмостық қысымға байланысты ерітінділер береді. Изотонды, гипертонды, гипотонды ерітінділер. Мысалы, изотонды ерітінді деген осмостық қысымға мүлдем әсер етпейтін ерітінділер. Гипертонды деген бұл салыстырмалы жаңағы қысым бар ғой, содан жоғары қысымды ерітінділер. Ал гипотонды одан төмен қысымды ерітінділер. Одан бөлек бізде онкотикалық қысым деген бар. Жасушаның ішінде осмостық қысыммен бірге екінші жүретін онкотикалық қысым бұл белоктарға байланысты қойылатын ұғым. Яғни белоктарды белгілі бір дәрежеде қысымды реттеуге қатысып отырады. Одан кейін физиологиялық ерітінді. Физиологиялық ерітінді бізде натрий хлордың 0,9% және глюкозаның 5% ерітіндісі. Физраствор деп те айтып жатады. Бұл осы физиологиялық ерітінді болда осмостық қысымды қолдаушы ретінде жүреді. Одан кейін бізде осы қысымға байланысты тургор қысымы бар. Тургор қысымы жасушаның дәл осындай қалыпта болатын болса, примерно дәл осы ішкі қысымын сақтап тұрады. Жасушаны не бүрісіп кетуін, не оның ісініп кетуін алдын алады. Гемолизді біз гипотонды ерітіндіге салатын болсақ, мысалы дәл осы жасушаны алды да біз гипотонды ерітіндіге салдық. Ол кезде мынау жасуша дәу болып ісінеді да соңында жарылады. Гемолиз көбінесе эритроциттерге қолданылатын ұғым. Плазмолиз, біз мынау тургор қысымы сақталып тұрған қалыпты жасушаны аламыз да гипертонды ерітіндіге саламыз. Гипертонды ерітіндіге салған кезде ол кішкентай болып бүрісіп қалады. Неге бүріседі? Себебі оның сыртында қысымы көп қой. Жасушаның ішінде тұрған сұйықтықтың барын сыртына тартып алды да жасуша бүрісіп қалады. Ал біз оны қалыпты изотондыға салатын болсақ, ол қайта өзінің бұрынғы қалпына келеді. Бұның барлығы медицинада қолданылады, белгілі бір мақсаттарда қолданылады. Енді сол жағына көшсек, изотонды ерітінділер бірінші қолданылатын. Бұл осмостық қысымды мүлдем өзгертпейді, оған әсер етпейді. Осылай біздің ағзамызда белгілі бір қызметін атқарады. Одан бөлек қосылыстар күйінде Глаубер тұзы, аш тұзды біз іш жүргізетін дәрі ретінде қолданамыз. Одан бөлек кейін хирургияда гипертонды таңғыштарды қолданылады. Ол жаңа қан кетуінің алдын алады. Ішінде 10% натрий хлорлы ерітіндісі бар.
әрі қарай бізде гипертонды ерітінділерді глаукомада, яғни көзішілік қысымның артуы кезінде біз осы гипертонды ерітінділерді қолданады екенбіз. Осымен сабақ аяқталды. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет.